тақырыбына арналған есеп. Бірінші есептен бастайық. Ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Бұл жерде ондық бөлшек қалай оқылады? Яғни аралас санның оқылуы мен ондық бөлшектің оқылуы бірдей. Екеуінің оқылуы бірдей. Қалай оқылады? Тура солай жазылады. Мысалы, мына жерде бүтін, бұл аралас сан емес, сондықтан бүтін бөлігі бар ма? Бұның жоқ. Сондықтан 0 бүтін болады. 0 бүтін. Бүтін дегеннен кейін өтір қайырылу керек. Бөлшектің бөлімі оқылады, 10-нан 7 деп тұр. Яғни 10-нан деген сөз, мынан 0 өтірден кейін бір ғана орынға алымдағы санды жазамыз деген сөз. 0-нан 7. Ал енді келесі сан 100-ден 19. Ол 0 бүтін, яғни бүтіні жоқ, сондықтан 0 бүтін 100-ден деп тұр. Демек 100 дегенде 2 0 бар ғой. Демек мына жерге 2 сан жазуымыз керек, 2 цифра жазуымыз керек. Ал 2 цифра мына алымда тұрған цифраны осы жерге апарып жазып қоя саламыз. Келесі 1000-нан 317 0 бүтін. 1000 дегенде 3 0 бар. 317 деген 3 цифрамыз осы жерге түсе салады. Келесі 1000-нан 501 0 бүтін. 1000-нан деген, яғни 3 орын бар. 500, осы 3 орынға 501 деген сан келіп түсе салады. Екінші есепте. Мына 10-нан 11 болып тұр. 10-нан 11 деген сөз аралас сан түріне келтіретін болсақ, 10-нан 11-ді 1 бүтін 10-нан 1 деген сан, Сонда мына 1 бүтін дедім. Бүтін дегеннен кейін міндетті түрде үтір болады. 1 бүтін 10-нан деп тұрмыз. Демек бір ғана орын бар деген сөз үтірден кейін. Ол орынға алымда не тұр? Сол санды жазамыз. Міне 1 бүтін 1 деген осылай жазылады. Мына екеуінің оқылу 1 бүтін 10-нан 1. 1 бүтін 10-нан 1. Мынау да тура солай оқылады. 100-ден 718. Ол 100-ден 718 деген 7 бүтін 100-ден 18 деген сан ғой. Сонда 7 бүтін дейміз. Өтірден кейін 2 орын болады. Осы 2 орын қақтан таптым мен себебі 100-де 2 0 бар. Сол осы 2 орынға мен алымдағы санды апарып жазамын. Мына жерде 100-ден 2409. 2409-ды 100-ге бөлеміз. Сонда 24 бүтін болады, 24 бүтін 100-ден 9 ғой. Бұл 24 бүтін 100-ден 9 деген сан. Сонда міне 24-тен кейін бүтін дегеннен кейін өтір қойдым. Мына жерде 2 орын жазылады. Ал біз алымында бір-ақ санды көріп тұрмыз. Бұл санды соңына жазамыз. Мына жаққа 0-ді жазамыз. Келесі санымыз 9 бүтін, яғни 1000-нан 9817 13 болып тұр. Яғни 9 бүтін бұны аралас санға айналдыратын болсақ, өтір. Мына жерде 813 болады, Неге 813 деп жаза саламыз. Үшінші есеп 2 бүтін 10-нан 3. Бұл жерде тура аралас сан түрінде тұр екен. Сондықтан сол күйінде жазамыз 2 бүтін 10-нан 3. Міне бір орын бар. Бір ғана 0 бар. Демек бір ғана орын бар деген сөз. Оның орнына келеді бізде 3. Мына 5 бүтін 10-нан 7. Мынау 6 бүтін 100-ден 49 деген. 6 бүтін 100-ден 49. Міне мынау 3 бүтін 1000-нан 419. Төртінші санымыз енді. 5 бүтін 100-ден 7 деп тұр. 2 орын бар. 100 дегендіктен 2 орын өтірден кейін. Сол орынға 7-ні, мына алымдағы 7-ні ең соңғы жазамыз. Ал мына жерге 0 қоя саламыз сол кезде. 5 бүтін 100-ден 7. Nerede 3 бүтін, мынау да тура сол 100-ден 9. Nerede 4 бүтін 1000 деп тұр. 1000 дегенде 3 0 бар ғой бізде. Осы. Демек 3 орындық сан деген сөз. Өтірден кейін 3 орын болу керек. Оған 174 как раз келіп түсе салады.
мына жақта да мыңнан деген соң 3-0 бар. Оны 13 деген санын енді мына жер 13-ті бірінші жазбаймын. Мына соңынан бастап жазамын. 13 деймін. Ал мына жер бос болып қалды, оған 0-ді түсіремін. Келесі 717 есеп. Ондық бөлшек түрінде жазыңдар. Біріншісі 0,0 дегенге өтір қоямын. 10-9, яғни 10-нан деп тұрғандықтан, яғни бір ғана сан жазылады, ол сан бізде 9 екен. Екінші сан 0,117. 100-ден деген сөз 2 орын сызып қоямыз. Пока ол үйренгенше осылай сызамыз, кейіннен біздің жоқ. Осы сандарға көзіміз де үйренеді, оқылуына да құлағымыз да үйреніп кеткен кезде уже былай жазбасақ та болады. Осы 2 орынға 17 деген санда барамыз. Енді келесі 3-ші есеп. 0,100-ден 3. 100 дегендіктен 3 орын бар деген сөз. 3-ті мен мына жерден бастап жаза алмаймын, мына жақтан бастап жазамын. Не үшін? Себебі қарасаңыздар, мен 3-ті мына орынға жазып қоятын болсам, бірінші мына жерге жазып қойсам, онда мыналарды 0-мен толтыру керек болады. Ал бұл 0,300 болып кетеді. 3 емес, бұл 300 болып тұр. Ал 0,03 деген ол 3 дегенді білдіреді. 4-ші есеп. 2,1000-нан деген сөз 3-0 бар. 1000-да 3-0 бар. 315. 315 деп жазамыз. 5-ші сан 3,100-ден 5. 100-ден деген сөз 2 орындық сан бар. Нерге 5-ті жазам, ал мынаған 0-ді жазам. Сонда 0,5 деген сан, ол 5 деген сан ғой. Ал егер бірінші 5 жазып қойсам, онда мына жақты 0 қоюым керек болады. Ол 50 деген сан болып кетеді. Так. 6-ші есеп. 9,000-нан 207. 207 деп былай жаза салады екен. Бөлімділерді ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Біріншісі 7 бөлінген 10. Ол 7 бірінші тұрған сан, бұл алымына жазылатын сан. Оны бөлінген дегенді бөлшекпен алмастырамыз, астын алым бөліміне 10 жазамыз. Бұл деген сөз ешқандай мына жерде бүтін сан жоқ, сондықтан 0,0 болады. 10-нан деп тұр, яғни бір ғана сан жазылады бұл жерде, өйткені бір ғана 0 бар. Бір ғана сан жазылды, ол сан бізде алымдағы сан болып табылады. Келесі 13 бөлінген 100. Бұл деген сөз 0,0 бұл жерде де. 100 деген сөз 2 орын тастаймыз деген сөз. Ол 2 орынға мына 13 деген сан как раз тұра қалады. Келесі 91 бөлінген 1000. Бөлуді мына бөлшек сызығымен алмастырып жатырмыз. Бұл жерде де ешқандай бүтін жоқ, сондықтан 0,0 дейміз. 1000-нан деген сөз 3 орын бар деген сөз. 91 деген мен жерден бастап жазамаймын. 91-ді мына орыннан бастап жазамын. Ал мына жерге 0 қоямын. Сонда 0,91 деген сан ол 91-ді білдіреді. Ал егер мына жазып қоятын болсам 9,1 деп, ал үшіншісін 0-мен толтыруым керек болады. Ал ол бізде 910 деген сан сияқты болып қалады. Бізге 91 керек. Антенада 109. 109 бөлінген 1000. Ол 0,0. Nerede 3 орын бар деген сөз, ол жерге 109 келіп түседі. Келесі 33 бөлінген 1000. Бұл 0,0. Nerede 33 жазам. Nerede 0'ді қоясам. 7 бөлінген 1000. 0,0. 1000-да 3-0 бар, яғни 3 орын бар деген сөз. 7-ні ең соңғы жазам. Ал мына жерлерге 0 қоямын. Енді келесі санымыз екінші 21 бөлінген 10.
бұл тең бұрыш бөлшекке айналдырсақ 2 бүтін оннан 1 деген сан. Демек, өзі аты айтып тұр 2 бүтін. 2 бүтін дегеннен кейін өтір қоямыз. Оннан 1 міне. Үшінші сан, келесі санымыз 119 бөлінген 100. Бұрыш бөлшекке айналдырсақ 119 100-ге бөлген кезде бүтін сан 1 болады. 100-ден қалдық сан 19 болады. Сонда 1 бүтін 100-ден 19. 1 бүтін міне 100-ден 19 деген сан шықты. 893 бөлінген 10 дейді. Бұл тең бұрыш бөлшекке айналдырғанда 89 бүтін 10-нан 3 болады. Бұл деген аралас сан түрінде жазғандағысы, мынау енді ондық бөлшек түрінде жазуы. Енді келесі 4911 бөлінген 1000. Бұл жерге бұрыш бөлшекке айналдырып аламыз. 4 бүтін 1000-нан 911. Бұл деген сөз 4 бүтін 1000 дегенде 3 0 бар. Демек 3 цифра жазамыз. Ол 3 цифра как раз алымдағы 3 цифраға сәйкес келіп тұр. Енді келесі санын жерге жаза салайын. Менде симай қалды. 627 бөлінген 100. Ол өзі 6 бүтін 100-ден 27. Сонда 6 бүтін дейміз 100-ден деп тұр. Яғни 2 орынға осы 27 деген сан бірден түсе қалады екен. Берде 517 бөлінген 10. 10-нан 517 деген сөз. Бұл тең бұрыш бөлшекке айналдырсақ 51 бүтін 10-нан 7. Бұл тең 51 бүтін дегенге өтір қойып 10-нан 7 міне. Енді келесі есепке өтейік. Теңдік тура теңдік болатындай етіп цифрларды қойыңдар дейді. 1 бүтін, бірінші есепте 1 бүтін 100 дегендіктен 2 орын бар. Мына 9-ды аламыз да, солына жазамыз. Сонда мына жерге 0 қойсамыз. 719 болып тұр екен. Мына 0 бүтін. Нерде енді қараймыз. Өтірден кейін неше орын бар? 1, 2, 3, 4. Демек, мына жерде 4-0 болады деген сөз. 10 000. 10 000-нан 719 деген сан. Nerede 10 000-нан міне жер 4 цифра тұр. 4 орын бар. Ол 4 орын мына 4 0-ге сәйкес келіп тұр. Сонда мына 81-ні апарып қоя саламыз. ондық бөлшектерді разряд қосылғыштардың қосындысы түрінде жазыңдар. Солдан оңға қарай барлық разрядтарды атаңдар дейді. Мысалы, мынерде 10-нан 9 қосылған 100-ден 6 қосылған 100-ден 3, 0-нан 3, 0-100-ден 6, 0-100-ден 1000-нан 3 дейді. Осылай жазуымыз керек екен. Сонда бірінші есептен бастайық. 0,100-ден 18. Кейін бірінші мына санды қалай жазамыз? Бұл сан 10-нан 1 болып табылады. Қосылған. Енді келесі. Мына 18 деген санды
жүзден болып кетеді, өйткені 2 орын ғой. 2 орын үтірден кейін бұл 100-18 болады. Бұл басқа біздің санымыз жоқ. Сонда ол мына сан бізде 0,1-ді береді. Қосылған мына бізде 0,118. Ой, мен не жүріп 18 деп жүріп ғой, 8 қой. Так, мына 8 кешірім сұраймын да, шатасып кетіппін. Мына 8. Так. Мына 118 міне. Мына екеуі қосқан кезде 0,118 шығып тұр. Келесі 0,315. Алдымен 0,3 деген жазып алайық. Ол деген сөз 10-3 қосылған. Енді мына жүздікті жазып аламыз, мына 2 орындықты. Мына 3-і уже жоқ деп ойлаймыз. Тек қана мына 1-ді жазамыз. Ал мына 1-ді жазамыз. Мына 2 орын ғой. Үтірден кейін 2 орыннан кейін бізде тұр, онда демек 100-1 дейміз. Қосылған. Енді мына 5-ті апарамыз да, ал мына жаза саламыз. Ал 5 нешінші болып тұр? 3-ші орында тұр. Демек бұл жерде 5-тің бөлімінде 1000 деген сан тұр деген сөз. Сонда бұл 0,3 қосылған 0,100-1 қосылған 0,1000-5. Міне 0,1000-5 деген санды 5-ті ең соңына жазамыз да, ал қалған 2 орынды 0-мен толтыра саламыз. 0,14 100-14. Бұл ең бірінші 0,1 жазамыз, яғни 10-1 қосылған. Енді 4-ті алдына апара саламыз да, бұл 4-тің бөліміне не жазамыз, оны қаяқтан білеміз. Не жерде үтірден кейін 2 цифра, 2 орын тұрма. Демек, ол жерде 2 нөлі бар, 1-ден кейін 2 нөлі бар сан, ол 100 деген сан болады екен. Бұл санда 0,1 қосылған 100-ден 4 деп тұр. Ол бүтін саны мына жерде жоқ, демек 0,100-ден деген соң 2 орын бар деген сөз. Мына жерге 4-ті қой деп тұр, ал мына жерге 0-ді қоямыз өзіміз. Келесі 0,222. Алдымен мына санды жазамыз, 10-2 деп қосылған 100-ден 2 қосылған жаңағы ереже бойынша 1000-2. Сонда бұлар 0,2 қосылған 0,100-2 қосылған 0,1000-2 деген сандарды береді. Келесі есебін. Ең бірінші 10-8 дейміз. Қосылған 100-ден 6 қосылған 1000-2 қосылған 10,000-7. Сонда бұл 0,8 қосылған 0,100-ден 6 қосылған 0,1000-2 қосу 0,10,000-7 деген сандарды береткен. Енді екінші есеп. 2,9. 19 деген 2 бүтін қосылған
мынау 10-нан 9 болып табылады. 10-нан 9. Сонда бұл 2 қосылған 0,9 деп жазылады. Келесі сан 4,61. Бұл тең 4 қосылған. Енді 4 жоқ деп ойлаймыз. Сонда 4-ден кейін 66 тұр ма? Оны біз 10-нан 6 дейміз. Қосылған. Енді 4-ден кейін бізде екінші орында 1 тұр. Яғни 100-ден 1 болады ол. 100-ден 1. Бұл тең сонда 4 қосылған 0,6 қосылған 0,100-ден 1. Енді келесі санын мына жаққа жазайық. 8,731. Ол 8 қосылған. Бірінші 7 деген санды 10-нан 7 деп жазамыз. Қосылған. Енді мына 3 деген санды ол өтірден кейін 2 орнынан кейін тұрған сан ғой, сондықтан 100-ден 3 деп жазамыз. Қосылған. Ал мына 1, ол 1, 2, 3. Яғни 3 саннан кейін, өтірден кейін 3 орнынан кейін тұр. 3-ші орында тұр. Демек бұл 1000 деген сөз. 3-0 жалғаймыз. 1000-нан 1 деген сан. Сонда бұл 8 қосылған 0,7 қосылған 0,103 және қосылған 0,1000-нан 1 деген сан. Енді келесі 6,144 саны. Бұл тең 6 бүтін қосылған. Мына бірінші тұрған 4-ті 10-нан 4 деп аламыз. Қосылған екінші тұрған 4, ол 100-ден 4 болады. Сонда 6 қосылған 0,4 қосылған 0,100-ден 4 деген сан болады. Енді келесі санымыз 7. Мына жерге жазып қойыңызшы. Нәтиже екен. Мынадан бастап жазайын онда. 7,9312. Бұл сан 7 қосылған. Мына 9 ол өтірден кейін 1 саннан кейін тұрғандықтан өтірден кейін 1 цифралық орында тұрғандықтан 10-нан 9 болады. Келесі 3 ол 100-ден 9. 100-ден 3 деген қосылған. Мына 1 1000-нан 1 болады. Қосылған. Мына 2 10-нан 2 болады. Яғни өтірден кейін нешінші орында тұр, мына бөлімінде сонша 0 болады 1-ден кейін. Сонда бұл 7 қосылған 0,9 қосылған 0,103 қосылған 0,1000-нан 1 қосу 0,1000-нан 2 деген сан болады екен. Енді келесі 721 есеп. Қазір сағат неше болса, тәуліктің қалған бөлігі одан 1,5-тен 2 есе артық. Қазір сағат нешені көрсетіп тұр дейді.
бізде тәуліктің қалған бөлігі, мысалы қазір сағат 5 болса, кешкі сағат 17:00 болса, онда тәулік бізде 24 сағат, 00:00-ге шейін, 00:00-ге шейін бізде уақыт бар. Кешкі сағат 5-тен осы уақытқа шейін бізде қанша уақыт бар қалған бөлігі? Мысалы 5 болады, 6, 18:00, 19:00, 20, 21, 22, 23 и 23-тен кейін 00 болады уже. Сонда бізде 7 сағат бар ма? 7 сағат. Сонда қазір қалған неше болса, яғни қазір сағат X болса, онда қалған бөлігі. Оны қалған бөлігін табу үшін 24 минус X дейміз. Өйткені бір тәулікте 24 сағат бар. Қалған бөлігі одан, надан, яғни 1,5-тен 2 есе артық. Есе артық десе көбейтеміз. Осы екеуі бір-біріне сөгізе теңеседі. Сонда 1,5-тен 2 X мына минус X мына жаққа плюс X болып келеді. Бұл тең 24-ке. Сонда 1,5-ге мына жерде 1 бар. Сонда 2,5-тен 2 X болады. Бұл тең 24-ке. X-ті табатын болсақ, 24 бөлінген 2,5-тен 2-ге. Бұл 24 бөлінген, бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 5-тен 12 деген сөз. 24 ол көбейтілген, енді бөлшектер бөлген кезде кері бөлшек жазамыз екінші бөлшекке, 12-ден 5 деп. 12-мен 24 қысқарып 2, мұнда 1, сонда 10 болады екен. Сағат қазір 10 болса, сағат 10:00 болса, яғни 10 сағат болса, қалғаны қанша уақыт қалады бізде? Тәуліктің қалған бөлігі деп тұр, 14. Яғни 14 сағат бар бір тәулік бітуге. Енді сол мына 14-ті 10-ға бөлген кезде, 14-ті 10-ға бөлген кезде 1,5-тен 2 шығу керек. Қысқартайық екеуінде, мысалы 2-ге 7, мұнда 5. Сонда бұл бұрыс бөлшекке айналдырсақ 1,5-тен 2 болады екен. Міне сонда тәуліктің қазіргі сағат қанша болса, тәуліктің қалған бөлігі одан 1,5-тен 2 есе артық екен. Жауабы қазір сағат 10:00 болады. Енді дөңгелек өзара тең 4 бөліктен құрастырылған. Өзара тең. Дөңгелектің қандай бөлігі көк түспен боялған? Жай бөлшек түрінде жазыңдар. Дәптерге суретін салыңдар деп. Бізде міне 4 бөлік бар, 3, 4. Демек, барлығы 4 бөлік бар. Оның боялған бөлігі көк түспен боялған. 2 бөлік боялып тұр. Демек, алдына 2-ні жазамыз. Енді сонда оларды қысқартып тастасақ, 2-ден 1. Сонда дөңгелектің 2-ден 1 бөлігі көк түспен, ал қалған 2-ден 1 бөлігі сұр түспен боялған. Ал мұна 2-ден 1-ге 2-ден 1-ді мұны қосатын болса, вообще 1 бөлік шығады. Яғни барлығы 1 бөлік болып табылады. 1 деп жазайық. Мына сұр деп көк. Енді осы санды 2-ден 1 деген санды жай бөлшекпен ондық бөлшекпен де жазып көрейік. Жай бөлшек түрінде жазылып тұр. Енді ондық бөлшекпен жазу үшін бізде бөлшектің бөлімі 10-ға 10 немесе 100, 1000 деген сияқты бір сандарға тең болып тұр керек. Бізде бөлшектің бөлімі 2 болып тұр. Демек, мына 2 бізде ең жақын сан бізде
ондардың еселіктерін, оның еселіктерін 10, иә, сонда 5-ке көшеміз, мынаны да 5, алымды да бөлімде 5-ке көшеміз. 10-нан 5 деген 0,5 болды. Сонда жай бөлшекпен ол 2-ден 1, ал ондық бөлшекпен 0,5 болады деген сөз. Осымен құрметті оқушылар, А деңгейінің есеп бітті. Келесі видеода Б деңгейінің есептерін шығаратын боламыз. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Каналды жоғалтып алмаңыздар. Себебі каналда осы 5-ші сынып және 8-ші сыныптың есептері, толық есептері талданып шығарылатын болады.